Өзге елдерде өңдеуші өнеркәсіпте құлдырау тіркелсе, Қазақстанда бұл салада біршама өсім байқалып отыр. Ресейде бұл сала 5%, ал Беларусьте 8% төмендеген. Оңтүстік Корея, Норвегия, Бразилия, Финляндия секілді елдерде өңдеуші өнеркәсіп тоқырауға ұшырады. Бүгін үкіметтің селекторлық отырысында инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев біздің елдегі өңдеуші өнеркәсіпте 0,5% деңгейінде өсім барын айтты. Бұл үшін өңдеу өнеркәсібіне барынша қолдау көрсетіліп жатыр. Ұлттық қордан Қазақстанның даму банкі желісі бойынша жалпы сомасы шамамен 56 миллиард теңгені құрайтын 61 жоба қаржыландырылды. Ұлттық қор даму банкі арқылы бөлінген қаржы 100 миллиард, бірінші транш 50 миллиард. Қазақстанның даму банкі өңдеуші өнеркәсіптен 33 миллиард 69 миллион теңгеге 28 жобаны мақұлдаған. Жиыны 23 миллиард 683 миллион теңгелік. 24 жобаны қаржыландыру басталды. Ал екінші транш бойынша ұлттық қордан бөлінген қаржы есебінен екінші деңгейлі банктер арқылы 40 жоба бекіді. Жиыны 41 миллиард 346 миллион теңге. Құны 32 миллиард 752 миллион теңгелік. 37 жобаны қаржыландыру басталған. Мемлекет қолдауын көріп отырған ірі кәсіпорындардың бірі Шымкенттегі мотор майларын шығаратын зауыт. Индустрияландыру бағдарламасы арқылы іске қосылған. Кәсіпорын бүгінде автокөлік қозғалтқыштары, трансформаторлар мен өндірістік қондырғыларға арналған майлардың 100-ге тарта түрін шығарады. 150 адам жұмыс істейді. Жылына 50 мың тонна өнім шығарады. Негізгі тұтынушылары Қазақстан темір жолы, Қазмұнайгаз және Қазақмыс секілді ұлттық компаниялар. Осы технологиямен жабдықталған автоматты және жартылай автоматты. Қазіргі таңда жергілікті мамандар толығымен өзіміз жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа экономикалық саясаттың негізгі тәсілдерінің бірі іргелі болашағы бар, пайдасы көпке тиетін өндірісті қолдау. Кәсіпорын қазір үлкен нарықты бағындыруға ұмтылып отыр. Завод Қазақстандағы ең алғашқы және толық автоматтандырылған завод. Бізде қолданылып жатқан бүкіл техника, оборудование, программное обеспечение оның бәрі шетелден алынған. Біздің мамандарымыздың бәрі шетелден дәріс алып келіп, осы жерде жұмыс жалғастырып жатыр. Осындай ірі кәсіпорындарды қолдаудағы мақсат қандай? Халықаралық мәнде New Normal атанған ерекше кезең қазір. Ал осы сәтте мемлекет жұмыс орындарын сақтай отырып, инновациялық шешімдер мен жаңа технологиялар тартпақ. Ұлттық қор қаржысы дәл осы мақсаттарға ұсталып отыр. Из национального фонда выделено 260 миллиардов тенге. Ұлттық қордан 260 миллиард теңге бөлінген. Оның 100 миллиард теңгесі коммерциялық банктер арқылы өңдеуші өнеркәсіп несиелендіруге жұмсалады. Ол 50 миллиардтан екінші траншпен игеріледі. Бұдан бөлек 85 миллиард теңге қазір жұмыс істеп тұрған өнімдері экспортқа шығатын кәсіпорындарды қолдап, дамыту үшін жұмсалмақ. Бірінші транш бойынша бөлінген 50 миллиардтың 90% игерілді. Экспортты қолдауға 35 миллиард теңге бағытталып отыр. Мысалы, автонесиелеуге 15 миллиард теңге бағытталып, 3661 несие берілді. Вагон құрылысына бөлінгені 5 миллиард теңге. Оған 28 вагон сатып алынған. Негізі Қазақстанның даму банкі ірі нысандарды қаржыландыруға 200 миллионнан 5 миллиард теңгеге дейін лимит қойған. Яғни ұлттық қор қаржысы тек есеппен жұмсалады. Жаңа экономикалық саясаттың талабы да сол. Есеп, жүйе, нәтиже. Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.